Сәлем достар, сіздермен бірге Skavron арнасы. Бүгін біз сіздермен бірге Universe Sandbox деген симуляторға обзор жасайтын боламыз. Бұл симулятор арқылы сіз күн жүйесін толықтай зерттеп біле аласыз. Мысалға алғанда біздің жер планетасын алайық. Жер планетасын жақындатып, біз оның қандай екенін көре аламыз. Мына жақта жарықтар бар. Значит, адамдар бұл жерде өмір сүріп жатыр. Мына жағы тынық мұхиты және мына жағында ақпараттары бар. Мысалға алғанда аты жер планетасы Earth. Массасы, не масса екен білмедім, радиусы 6371 километр. Тығыздығы 5,1 грамм әр сантиметр кубқа. Жас шамасы 4,5 миллиард жыл. Және орташа температура 15 градус Цельсийді құрап тұр. Бұл жер планетасының. Бұдан кейін басқалардікінде көруге болады. Мысалы Венерамыз. Міне ақпараттар мына жерде барлығы жазылған. Және бұл симулятордың ең қызық жері, бұл симуляторда мысалы мынандай функция жасай аласыз. Мысалға алғанда бір нәрсе қоса аласыз. Мысалы біздің жер мен күннің арасы 152 миллион километр екенін білесіздер. Егер 152 миллион километр емес, шамалы жақын тұрса жер қандай болады? Оны былай бөле аламыз. Мысалы Меркурийдің орбитасына жерді орналастырайық. Міне, енді жерді қандай болып жатқанын көрейік. Бізде жер міне дәл мынандай болып тұр. Артында шам жоқ өйткені адам өмір сүре алмайды. Ал ақпаратқа келетін болсақ, міне біздің температура, орташа температура 15 градус Цельсий болады. Уақытты қосайық, міне көтеріліп кеткен байқап отырсыздар. Қазір температура 99-101-ге дейін кетіп қалды. Ал беті тоқтата тұрайық. Беті міне құрғап жатқанын көре аласыздар. Мысалы мына жерден Каспийдің құрғап кеткенін көре аласыз. Арал теңіздің құрғап кеткен, Қара теңіздің құрғап кеткен, мынау жерорта Қызыл теңіз, Парсы шығанағы, мынау Бенгал ма? Жоқ, мынау Араб теңізі құрғап кеткен. Мына жерде Бенгал шығанағы құрғап кеткен, барлығы құрғап кеткен. Мына жерде Австралия, Антарктидамен және үстінде Папуа Жаңа Гвинеяның аралымен қосылып кеткенін байқап отырсыздар. Мына жердегі мұхит аралдары толығымен құрғап кеткен. Шамалы уақытты көбейтейік. Ол кезде мысалы бір жерді құрғату үшін күнге 2 жыл қажет болды. Біздің келтірген оқиғамызды міне мына жерге орбитаны жердің орбитасын осы жерге қойған кезде. Дәл қазір ешқандай мұхит, ешқандай су жоқ. Оны мына жерден көре аласыз. Материалы, міне water аз ғана 1,35, көбейту оның 21 килограмм су бар. Оны шамалы қосамыз. Су қосылып атқан жоқ. Неге? Өйткені парға айналып кетіп жатыр. Демек қараңыз, біз суды қоссақ ішіне құйылып жатқан сияқты. Білмеймін, қалай ойлайсыз? Міне біздің жер біртүрлі болып кетті. Сатурнға ұқсайтын жерге айналып кеткен сияқты. Жарайды, маңызды емес. Енді күнге тағы шамалы жақындатайық. Мынау біздің жер, міне мысалы 606 миллион 170 мың 430 километр жақындатайық. Міне туралы. Шамалы уақытты азайтайық. Енді қосамыз. Міне жанып кеткенін байқап отырсыздар, өйткені күнге өте жақын тұр. Дәл қазір жанып кетті. Ал ондағы судың мөлшері бізде 1,35 көбейту, оның 21 дәрежесі килограмм су ғана алыпты. Жарайды, бұл тек
шамалы ғана функциялар бұл Universe Sandbox-тың келтіре алатын. Ал біз бұдан басқа да функциялар келтіре аламыз. Мысалға алғанда мына күн жүйесіне басқа жұлдыз қоя аламыз. Жұлдыздар мыналар қоя. Мысалы Альдебаран деген жұлдызды кейбіреулеріңіз білетін шығарсыз, өте үлкен, күннен өте үлкен. Мына жерге осы жерге қойсақ, күн оны айналады. Міне өте үлкен. Мынау біздің күніміз болса, мына Альдебаранның қасында салыстырып көрсеңіздер, кішкентай ғана нәрсе екенін көре аласыз. Мына жерде біздің жер не болып жатыр екен? Жерде бәрі жақсы, ал уақыт өткізсек, онда мына жағы жанып кеткенін көре аласыз. Өйткені Альдебаран әсер етуде. Күнді көріп тұрсаңыздар, ол орбитасы ауысып кетті. Қазір ол Альдебаранға соқтығысады. Міне. Соқтығысты. Екі жұлдыз соқтығысса әдемі көрініс. Екі жұлдыз соқтығысса тұмандық пайда болады. Дәл қазір бізде тұмандық пайда болды. Тұмандық деп айтуға болады, немесе супернова деп айтсаңыз болады. Міне мына супернова пайда болды, ал біздің іші не болып жатыр екен? Біздің күніміз және Альдебаран жоқ болып кетті. Біздің күн жүйесі барлығы жоқ болып кетті. Екі жұлдыздың соқтығысу әсерімен. Екі жұлдыз соқтығысса, көріп отқандарыңыздай нәрсе пайда болады. Ол нәрсенің аты супернова. Жарайды, барлығын өз қалпына келтірейік. Мына жерде болу керек, өз қалпына келтіретін жер. Так. Мына өз қалпына келтіреміз. Және біз видеомыз соңына жеткізейік. Біздің видеомыз соңына жетті. Егер ұнаса лайк басып кетіңіздер, және бұл Universe Sandbox симуляторына тағы екінші бөлім, үшінші бөлімдерін көргіңіз келсе, көргім келеді деп комментарийге жазып кетсеңіздер. Сосын біз қарап, екінші бөлімін шығаруға тырысамыз. Рахмет, сіздермен бірге болғаныңыз Каврон арнасы.